Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ең дәмді жеті нан мен бауырсақ дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Ал енді жеті нан мен бауырсақтың рецептісімен таныс болады. Бізге құрғақ ашытқы және қопсытқыш, дәміне қарай тұз, сары май, құмшекер және аздаған майонез қоссаңыздар да болады. Міндетті түрде жылы су. Ал енді қамырымызды ашытуды бастайық. Яғни барлық осы құрғақ ингредиенттердің барлығын қосамыз. Яғни ашытқыны, қопсытқышты, құмшекерді, майды, тұзды және ең соңынан майонезді саламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Сары майды өте көп мөлшерде қоспаймыз. Себебі жеті нанның өзі де майда піседі. Сол себепті аз ғана қосамыз. Барлығын салып болғаннан кейін міндетті түрде бір консистенцияға келу үшін жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі араласуы тиіс. Ал енді жақсылап араластырып болғаннан кейін жылы суымызды құйып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен ең басты нәрсені айтуды ұмытып кетіппін. Ұнды міндетті түрде ел-кезектен өткізіп алуымыз керек. Яғни ұн ситадан өткен болуы тиіс. Сонда біздің қамырымыздың жақсы көтерілуіне септігін тигізеді. Ал енді жұмсақ қамырымызды илеп болғаннан кейін оның бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қалдырамыз. Мінекей мен жарты сағатқа қалдырдым. Қандай әдемі болып көтерілгенін өздеріңіз көріп отырсыздар. Одан кейін біз қамырымызды ыдыстан бөліп алып, 7 күлшеге бөлеміз. Қолымызға жабыспас үшін міндетті түрде бетіне аздаған ұн себетін боламыз. Пышақтың көмегімен 7 күлшеге бөліп, сәл 5-10 минутқа қойып қоямыз. Яғни тағы да бір шамалы көтерілуі үшін. Одан кейін біртіндеп 7 күлшеміздің барлығын дөңгелек етіп жайып шығамыз. Әрқайсысын жайып, құрғақ матаның үстіне біртіндеп тізіп, тағы да 5-10 минутқа бетін жабамыз. Ал біз бұл қамырымызды, күлшелерімізді жайып жатқан кезде газге міндетті түрде қатты отпен майымызды толтырып құйып, қыздыра береміз. Егер де күлшелерден артылып қалған қамыр болатын болса, оны біз бауырсақ ретінде кесіп, пісіріп аламыз. Яғни біз екі оқпен бір қоян атамыз деген сөз. Үнемі мен өзім солай жасаймын, яғни бауырсақпен жеті нанды бірге пісіремін. Барлығын жайып болғаннан кейін бұлардың да бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Ал енді қызып тұрған
майға бауырсақтарымызды біртіндеп салып пісіріп аламыз. Әдемі болып көтерілгеннен кейін екінші бетіне қарай ауыстырамыз. Яғни бір беті қызарғаннан кейін екінші бетіне ауыстырамыз. Осындай ретпен барлық бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Ең бірінші майдың қызған-қызбағанын тексеру үшін бір бауырсақты салып тексереміз. Ал піскен бауырсақтарымызды ыдысқа аламыз. Одан кейін біртіндеп жеті нанымызды пісіріп шығамыз. Егер де нанның ортасы көтеріліп кеткен жағдайда ортасын басып тұруды ұмытпаңыздар. Осылай әдемі болып көтерілгеннен кейін келесі бетіне аударып, қызартып, пісіріп аламыз. Ал енді біздің жеті нанымыз бен бауырсақ дайын болды. Қараңыздар, қандай үлпілдек, керемет әдемі болып пісті. Дәмі де сондай күшті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім Шынтемірқызы. Рахмет. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Ал егер де менің видеоларымды үнемі бақылап жүргілеріңіз келсе, қоңыраушаны да бірге басып аламыз. Рахмет.